Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Айгерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай әрі тәтті шығатын восточный пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз және менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып алуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар осылар. Кепкен жемістердің орнын басқа жемістермен алмастырсаңыз болады. Менде осы түрі болғандықтан осыларды қостым. Ең алдымен бөлме температурасындағы сармай мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Миксердің немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Венчик болмаса, кәдімгі шаншқымен де араластырсаңыз болады. Енді бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнды саламыз. Осылай басында қасықпен араластырып алдым. Барлығын біріктіріп, жұмсақ қылып қамырделейміз. Қамырды жұмсақ қылып илеп алдық. Енді осындай формаға саламыз. Осылай қолмен барлығын жайып шығамыз. Орта жағы кішкене қалыңдау, ал шет жағын жұқалау қылып осылай жайғастырамыз. Енді бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша, яғни ұнаған кепкен жемістеріңізді осылай қойып шығасыздар. Менде осы түрі болғандықтан осы жемістерді қолдандым. Кейін кепкен жемістерді салып болған соң, осылай сгущенканы бетіне құямыз. «180 градуста 30 минутта пісіріп алдым». Пирог дайын, басында осылай сұйық болып тұрады, бетіне құйған сгущенкасы. Бетіндегі сгущенкасы пирог суыған соң қататын болады. Сізде жасап көріңіз, өте тәтті шығады. Әрі жасалуы да өте қарапайым, әрі оңай пирог. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Және менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.